Мен мұнда қыстайын, келер жыл осы тұста келіп алып қайт дейді. Сөйтіп ырыздығы бар екен аман қапты. Бірақ қырғыннан кейін табандатқан 5 жыл келмей жатып алады. Бөжең екінші рет кісі сап, тақтан ассаң да салттан аспайсың. Марқұм Нәнді би, Күнді бидің атауын ұмытпай ардақтауға тиіспіз. Қайының есейіп ер жетіп қалды. Қайтып келіп, Тәңірқұт өзі таққа отырғызып кеткен осы қайныңа жақсы қарасаң, Тәңірқұт саған разы болады. Оның үстін ордадағы, тәпті күлді үйсінің бүгінгі жұртындағы әйел жамағатының орны үлкені өзіңсің. Алдыңдағы алтын табақтағы асты аяғыңмен теппе. Аруақтардың қарғысы қиын болады. Дегізген елі теме, 6-шы жылы артынып тартынып жеткен екен. Өзі келіп бе? Ол кезде торы үйсінде отырған мына Шитемірдің әкесі бастаған бір топ барып алып келіпті. Ел жұрт қызу қарсы алыпты. Қырғын алдындағы талай жайт туралы ол да көп біледі. Үлкендердің осы жайт туралы айтқандары бірдей ме? Ауыздарына түкірісіп қойғандай. Сосын мен әбден ес білгенде Бөжең билікті маған бірақ өткізді де өзі жай ақылшыға айналып қалады. Баста бұл үнде болмай қойды. Әйтеуір әрең дегенде жабығы болуға көндірдім. Өзіме таяу жерді ұстадым. Әмбе іс жүзінде бір бұлындей ақылшы тұттым. Сұйыр қалды да мол болды. Сөйтіп, жабылыққа көндірердің алдында 16-ға шыққан кезім барысшылы болар. Бір күн аңға шыққанда Бөжең осы әңгімені маған жырдай қып айтып берді. Одан бұрын айтпаған беді. Айтқан, бірақ тек қана ұлы жүз салған қырғын Тәңірмен Тәңірқұттан келген шапағат деп қана келген болатын. Ол күні тап мына бүгінгідей сырды ашты да тыстады. Сіз қайттыңыз? Атама, ашуланғаным, кектенгенім, өкінгенім, қалың қапы сезімнің қатты қысқаны сонша орнымнан атып тұрып қылышымды жалаңдатып, төңірегіме сермей беріппін. Қылышым жеткен үш қатты ұшырып, қарағайды қағып, ит мұрымды орып кетіп барамын. Бойымды кернеген тентек сезім басылар емес, бір шақ сап, Елтай, тоқтал, деп ақырды Бөжең. Мен бар билікті өткізіп алмай тұрғанда да мұншама қатты, мұншама тік ақырып көрмеген. Тұңғыш ұрысуы, бірақ ел жау емес, Елтай деді. Бір түрлі терең әкелік әуен бар, елең еткенім рас, бірақ тоқтай алмадым. Енді бір сермегенімде балапан қарағайды қурайдай қиған қылышым тап соның қасында бой жарыстырғандай тұрған сайғақ балбалаға тиді де шарт-сынды. Жалт етіп от шықты. Дың еткен даусымен қоса қылыштың жүзі кетті ұшып анадайға. Бөжең даусы тағы да «Ел жау, тоқтат енді!» деп саңқ етті. Тоқтадым. Балбаланы құшақтап жыладым ай келіп. Бұл менің есейгеннен кейінгі бірінші рет жылауым еді. Бұл және өмірімдегі соңғы рет жылауым да болды. Бәле, баршым мұның бе? Күнбей құдызына қарады. Бұл да баршының Күнбей алдындағы ең алғаш жылау еді. Илайым ең соңғысы да болғай. Солқылдап жылаған баршын сұлу өзін әзер тоқтатты. Айта беріңіз, тоқтадым. Бәрінде түсінік білемін. Ашуыңыз, кегіңіз, өкінішіңіз, қапыңыз, жалғыздығыңыз, бәрі күштінің қорлығы, сұмпайының айласы, ағайынның азғындығы. Айта түсіңізші. Міне, тоқтадым. Бір сәт үнсіздік басты. Баршын көзін сүртіп қалтына қайта бастады. Ел жау көмейіне әлдене кептеле қалғандай, толғаулы тебіреністің терең тұңғиығына бет алғандай күйден әрең қайтты. Бөжең мені балбаладан бейнемен ол жарықтықпен көрісіп жатқандай-ақ көңіл айта айырып алды. Сабыр ет, Елтай, сабыр ет. Сабыр түбі сары алтын дейді бұрынғылар деп, қолтықтай жүре басу айта атыма жақындатты. Әт деген ай деп мен қолымда қылыштың тұқылын жерге перкпеп кеттім. Әт деген ай толып жатыр, қай әт деген айға кернеліп барасың, деді Бөжең. Неге маған ертерек айтпадыңыз? Онда қайтпек едің.
Қанға қан жанға жан емес пе? Деп мен шыныма бастым. Талай тамаша сәттер өтті ғой. Ертерек кек алатын едім, тым құрығанда ата кегім, ата құным бардың алдына соншама тәзім етіп, әміріне соншама жанкештікпен құлшынап бағынбас едім. Бол, дедім сонда бөжең. Әлі де сенің жастығың, Елтай. Мен дәл сенің осы мінезінен қорқып айтпағанмын. Бұғанасы қатпаған бала балуанды тіс қаққан әккі түйе балуанға апарып салмас болар, Елтай. Болар іс болып бояуы сіңіп, марқұмдар аруаққа айналғалы қашан. Олардың кегі уақыт күттіреді. Еліңнің қамы сәт күттірмейді. Егер еліңді ел қып, басын құрап, іргесін беріктеп, шаңырағын биіктетсең, кек қайтару қайда қашар дейсің. Ол кекті сен үлгірмесең ұрпағың қайтарар. Алаң қалдықпен алыса кетіп жазым болсаң, бүкіл үйсінді тып-типыл етіп қырып салмасына кім кепіл? Ашуыңды бер, өкінішіңді бас. Мен саған, сені заға бұлықтырғалы, қаныңды қайнатқалы, кек қайтаруға тура шаптырғалы, қайрағар сөз бастап отырғаным жоқ. Әлі талай ірі іс, кесек жұмыстар бар. Соларды ақылдасқалы сыр шерте бастағаным. Бұл тек сөздің басы ғана. Әр рет келіп тәзім етіп басыра сәлем қылғанымның өзін аруақ алдында қысылып, арым алдында намыстанып барамын. Осының бәрі исалмастық, ездік, ынжықтық, әлжуаздық есептелмей ме? Деп едім бөжең. Есептелмейді, Елтай. Сен бұл сырды міне енді ғана біліп тұрсың. Осыдан бұлай қайталасаң бәлкім солай саналар. Деп заман ағысына шек белгілегендей болды. Сәл иланғандаймын, бірақ. Ал сіздікіші, деп қалыппын. Ашудан арыла алмай тұрмын ғой. Оған ол кісі. Мен аруақ кешіреді. Аруақ не қылғанымның бәрін біліп жүр. Менің сәлемім, тәзім, құлдығым, басыруым бәрі тек ұлыстың. Бұдан арман күйремеуі. Ертерек ел болуы, елбасы Елтайдың аман қалуы, ертерек ер жетуі, іргеліде құдіретті ұлыс құру үшін беріліп жатқан бодау, тасаттық екенін әбден біледі олар. Осындай құрбандықсыз бізге бүгіннің жоқ екенін әбден ұғады олар, деп жауап қайырды. Ойласам мұнда да жөн бар, бірақ тағы да. Тым болмаса мені ол жаққа сирек жіберсеңіз болмас беді, деп қалдым. Ол кісі, болмаушы еді Елтай, деп кесіп айтты. Бірінші Тәңірқұт аға, Қиық, Рошат, Бағдұрхан аса күмәнқор, секемшіл жан. Сезіктені шүбәләне қалар еді. Екінші Шынайда толық кек алу үшін бір сенің білек күшін ғана жетпеуші еді. Білік күште қажет болатын. Тіпті ол сен үшін білек күшіңнен де зәру еді. Соған мен сен айлап, кейде жылдап тұрғызу арқылы, Тәңірқұт маңайында жүріп ел басқару өнерін, шер басқару шеберлігін көру, үйрену, игеру орайына тап қылдым. Әрине тек ғұн астанасы ұлы балыққа ғана жібере бергенім жоқ. Парфияда болдың, жыл тұрып оқып қайттың. Ана жылы Фарғанада да 1-2 ай жүріп келдің, Сармат жақты да көрдің. Алана Тәңірқұттың өзі немес әйгілі сан күндері бастаған не қан төгіс шайқастарға қатыстың. Бұл жорықтарда әрі атағың шықты, әрі азуың шықты. Бұлайша айтқанда әрі бедел алдың, әрі білік алдың. Осының бәрі менің қалтам түгіл қарнымнан да табылмас еді. Солай ақ болсын, деді мен атқарған бойы жер қалғанда тоқтай қалып. Бұл сұхбатты атқошылар естімеуі керек қой. Әбден басылғандай, көнгендей, жуасығандай сықылдымын. Олай болса, енді бұлайғын ақылдасуымыз қажет, деп тағы сөз бастады бөжең. Білегі жуан бірді жығады, білігі жуан маңды жығады дейді емес пе? Қазір сен білекті де білікті ел бассың. Бірақ алдымен жауың мыңған емес, ал соң ұлысың бодандықтан, құлдықтан, бұғаудан әлі құтылған жоқ. Ер жеткенің рас, бірақ іргеліде құдіретті, бостанда ерікті ел құрған жоқсың. Осының бәрі ақыл айламен, амал әдіспен тындырылады. Біз ендігіде осы мұратқа жетудің ақыл айласын, амал әдісін қарастыруымыз керек. Бөжең ұзақ сөйледі, көп толғанысын айтты. Бәрі де үйсін ұлысының іргесі, құдіреті, еркі, бостандығы жайлы болды. Мен де ағымнан ақтарылдым.
Әсіресе үйсүндік елдік жайлы көңілге бүккөнімді жайдым. Үйсүндік елдік үшін пәк не асқақ, үйсін жандылық, күллі үйсүндер жүрегіне ұялау шарт. О ішсе де үйсінмен бір кішетін берік жігерлі ниет болуы парыз. Үйсін жандылық әр босағадан, әр ауылдан бастау алып, қызыл күренді кіндік еткен алып тұлғада әбден тоғысуға жет. Осы тоғысқан үйсін жандылық алау болып лапылдамаса да шырақ болып маздауы керек. Бұл шырақтарды биік ұстап маздата жағып, екпінді ереуілдететіндер үйсіннің көк қасқа тоғашылары. Үйсін жандылықтың басты бір нышаны, үйсін ұлысының ертеңін ойлау, үйсіндік айбарды аруақтандыру болса, осы нышанды алдымен әйгілейтіндер де осы көк қасқа тоғашылар. Бұларда тұрақты кісілік, шынайы үйсін жандылық, қызу илеу сүйгіштік пен үйік құмарлық болмаса, үйсін ұлысында тұрлаулы тірлік не болмақ емес. Амал не, бөжеке, үйсінде тұрлаулы тірлікке тіреу олар тоғашы санаулы ғой дедім. Байқаймын ойымыз табысқан, ниетіміз қабысқан сықылды. Мұна толғанысым бөжей атталыптың көкірегіндегі көл дарияны толқытып, сезім домбырасының шегін шерткендей. Бәлкім жастайымнан өзі баулығандықтан тіл табысуымыз соншама тез, соншама дөп келген шығар. Бөжең одан арман ақтарыла жөнелді. Сен күткен көк қасқа тоғашылардың аз болатыны, оның бәрін сен баулып жатқан жоқсың, оның бәрі тек саған жалтақтап өскен жоқ. Айтарға көнбей сен, көмекшімен десе де, биліктің жуан басы Тәңірқұтта. Оның ұлықтары мен үлкен қандарында болып келді. Бұл тоғашылардың бірі оған, бірі бұған жалтақтап еліктеп өскен. Бейне әркім үйреткен, әркім мінген ат секілді, алуан мұрат, алуан ойлы, сая айтсақ, бодандық көңіл күйдегі тоғашылар. Олардан өз дізгіні өзіндегі ұлыстың ұлына тән бейілді күту қиын. Егер үйсінде Тәңірден кейінгі ие тек өзің ғана болсаң, бұлардың тым құрығанда көбі ел жау дейтін қалыпқа құйылып шығатын болар еді. Әлгі айтқан тоғашыларың сонда көбейеді, деді. Сонда мен, бұл Тәңірқұттың көзін жойда, орны Тәңірқұт бол дегеніңіз ғой, дедім. Ол кісі, жоқ, деді. Олай емес, сөйту керек бола қалған күнде де оның ауылы қиырда жатыр. Ендеше, дедім мен тағы, онанда тікесінен, жа елтай, мен саған іргеңді бөлдемекпін, оңаша бұзау алды айтпақпын, тіке Тәңірге бағын, тіке аруаққа сыйын дейтін ақылым бар демейсіз бе? Қайтып, деді ол кісі өз ойын ашпай, мені сөйлеткісі келіп, мен үндемей қалдым. Сәл үнсіздіктен кейін мені әлде бір жаққа нұсқағандай ол кісі, Тәңірқұттың әр жылы наурызда тауап қыла барғаныңда ыстық ықыласпен күтіп алып, қайтар кезіңді айтатын жат болған ұлы жүз жайлы сөз есің бе ме? Деп сұрады. Мен, жат болған сөз әрине есте болады ғой. Кешегі ата жауың, бүгінгі бақасың 20 неше қандық бағанып отырған, қағанатымызға әліге дейін мойын сұнбай келген, бас салып бағындырып, табанда Тәңірін танытып, келістіріп үйретуге тиісті тағы асау ұлы жүздәке баяғыма бас ұрғызу сенің борышың деп, бір ауыз сөзін түсірмей айтып бердім. Бөжең, жа, ендеше мен Тәңірқұтқа әр барғанда, деді ол кісі. Тәңір жар тақсырым, ұлы ем, Тәңірім берген білігі койл алып құтым. Ел жаугынбы енді ғана дербес ел басқарып, енді ғана бұғанасы қатып, ұлық әміріңізді атқару енді ғана жарайын деп қалды. Енді 1-2 жылдан соң ел жаугынбы басқарған үйсін ұлыс атсаңыз, сауыт бұзар жебеңіз, шапсаңыз тас жарар қылышыңыз болып, сілтеген жауыңызға тойлап аттанатын ақ бұлар. Сабыр түбі саралтын деген емес пе? Деп неге сонша жалынып жалпаямын. Құлды құрып тоңқаңдаймын, сөйтіп ебін тауып кейінге сыра тұруға, жылдан жылға созып кешеуілдетуге тырысып келдім. Неге? Оны енді сен әбден түсіндің. Бір ауыз сөзбен айтқанда, міне бүгінгі ақылдастыққа, былайғы кезеңнің басы болар бүгінгі қол жеткізу үшін. Енді қайтуды еркін ойлап, толық толғанып батыл шешсек болады. Тәңірқұт айтақтады екен деп, дедім мен, бөжейін жете қалмағандықтан. Бейуазда қандасылы жүзге үйсінің аламанын айдап салып қаптатып, екі жақты бірдей қан бөктірерім жоқ. Байқадым,
Ola жүздің аналары ылғи ұлақ туған екен. Жарайды, деді сонда бөжең жұлып алғандай. Бірақ айтып қояйын, ата жауым Тәңірқұт екен деп әлім білмеген әлекке тартып, ажалды қарға бүркітпен ойнайдыға басып, дәл қазір шынайы күш сынассақ, оның есір біздің қарға екеніміз рас. Оған шамданбаймыз. Үйсін аламанын құн қағанатының қалың қолын айдап салып, енді еш жиған еліңді тоздырарымыз да жоқ. Оныңыз да жөн, дедім мен шындыққа басайым. Екі бар ақылдасу осылай басталды да, аяғы бір тамаша тың жолға кептіреді. Баршын тіпті қызыға түскендей. Тың жол дедіңіз бе? Деді ел жауға тақай беріп. Ел жау. Иә, тың жол. Өгіз өлмейтін, арбада сынбайтын. Тәңірқұтта шуланбайтын, ұлы жүзбенде қан төгіспейтін соны жол. Ел жау күнбеймен бөжей жабығының барыс жылғы жаңағыдай сырласуы мен кеңесуі ұлы жүзбен үйсін тарихында тағы бір зор бетбұрыстың жобасын тыңғылықты дайындаумен тынған болатын. Ел жау мұны да баршынға айтып берді. Өрмекші қырғынның тақ бүгінге дейін бет ашылмаған сырын Тәңірқұттың өзі қылып, ұлы жүзге жаба салғанын қаны қоққан ел жау араға бірнеше күн салып, ашуы мен өкінішін әбден басып, сабасына түсіп болған соң, бөжеңнің қылықтарын ақыл тарасына сала келе оған дән риза болуған емес, тіпті қатты таңғалған. Онысы жөнде ғой. Онда қысыл таяңда талғармайтын суға кетуді абдырамай ақыл табу, тапқанда да амалдың ең тәуірін, шараның ең дұрысын сап етіп ұстай алып, шұғылда батыл қимылға кірісіп елді де, ел жауды да тұңғиық түбі құрдымнан алып шығып, бүгінгі күнге әкелу деген оңай ма? Бұл әрине бөжей бойындағы асқан дәнішпәндіктің, шебер амалгерліктің, жіті көрегендіктің зор жемісі. Бұған неге риза болмасқа, неге тәнті болмасқа? Өте зор ақылгөйлікпен тамаша жоспарланған бұл істің ендігісі жайлы ақылдасуға қызыққан ел жаудың өзі бір күні сөз бастады. Ал бөжеке, бәріне де ден қойдым, бәрі миыма қонды. Тіпті ойыңызбен қылығыңызға тәнті де болдым. Бұл сырды осы кезеңге жеткенде ғана ашудағы ниетіңізді де сездірдіңіз. Ал қане, ақтыл айтыңызшы. Осыдан былай қайту керек. Мен тап бүгінге дейін күлдейсінің мұратын құн қағанатының ертеңіне ерттеп мінгізіп, бар мәртебені ұлы балықтағы шаңырақтың биіктеуінен күтіп, өз тәлейімді де сол құн қағанатының ертеңімен қосақтап, қағанатқа биікте қатты қабырға болуды ғана көксеген екем. Тағы айтайын, бүйткенің бүгінге дейін қатемес, сүйсең беріле сүй, істесең тындыра істе. Ат үсті сүле сапа, қол ұшымен ғана араласу ер жігіттік қылық емес, бұл бір. Енді бірі, егер ұлы балықтың шаңырағы баянды да өртіс биіктер болса, егер құн қағанатының ертеңі үйсінге де, өзіңе де бақ берер болса, егер Тәңірқұт үйсін жұртын сүліктей сорып, елін еңіретпес болса, егер құн қағанат өзінде өзгені де соған қоса үйсін ұлысында тұңғиық түбі құрдымға кетпейтін болса, егер, иә, тіпті арыны байқағандайсың. Тәңірқұт әмірі бойынша арпалысып жүргенде сан рет есіме келуші еді. Тіпті жеңіспен қайтқан күндерде де ертеңіміз не болар деп, бірақ Тәңірқұт алдында күпірлік болар деп аузымнан шығарып көрмегенмін. Тіл құлыбым бүгін ашылып тұр ғой. Иә, сол ықтималдықтар болмаса, құр күдік не құр кекпен айнуға орын жоқ. Бұл тізілген ықтималдықтардың біртіндеп сөзсіз шындыққа бұрылатынын демесек, ерттеп мінгізгенің де мәртебені сол шаңырақтың биіктеуінен күткенің де, сондықтан қағанатқа биікте қатты қабырға болуды ғана көксегенің де дұп-дұрыс. Жалғанды еліңе бақыт берер мұратпен соған жеткізер жолдан бұлғақтау, оған бастаушыға 200 дала көңіл болудан Тәңір сақтасын. Бүгінге дейін Тәңірқұт сондай бастаушы деп келдің, сондықтан бүйткенің бүгінге дейін күн емес. Бірақ бүгін кешегі қылмысы алдынан ақтарылып шыға келді ғой, міне. Кешіруге де болар еді. Иә, дәл әлгі мұратқа адаспай бастар жоба болса, елдің ертең үшін ата-баба кегінде кешірер дедік-ау, сабамызға түсе келіп. Кешіруге де болар еді кешегі тауарихтың қанды уақиғасы ендігәрі қайталанбас болса. Әй, бұған біз түгіл Тәңір десенбес, сондықтан бүгінге дейін көксегенімнің барлық ойған қасы күйрей шабылды. Демек, біз соны ойдың сом сүйегін чыт жаңадан қайта қан қайту бізді күтіп тұр.
Oyuңuzду sarkaytыңызчы osu жайлы. Onun ras, dedi böjөй el жауға. Мен де осы соны ойдың сон сүйегін неден қайтып, қашан берік қалқайту жөнінде толғанудамын. Алдымызда не жалғасты бодан болып, құл болып өту сынды көне соқпақпен аяңдай беру, не серпіліп еншімен ерік алып, оңашада бостан ұлысқа айналу дейтін екі жолдың айрығы тұр ғой. Асыл тастан, ақыл жастан деген міне осы. Жақсыға басын айтса аяғын өзі біледі дейді. Мен де өлмекші кен сырын тап осы айрыққа тұмсығы тірелгенше жасырдым. Нақтап айтсам, ақылды түйдектеніп шығарар жасқа жетуіңді күттім. Енді өзіңде. Кеңесіп пішкен тон келте болмас деген жасыңыз үлкен, көргеніңіз көп, түйгеніңіз мол, ақылыңыз артып, үлкен тұрып кіші сөйлегеннен без дегенде бар емес пе? Иә, бір жөннен алғанда мұның да жөн сөз елтай. Көне бүгінге дейін әкедей құрметтеуің, бұған мен ғана емес, тәңірде аруақта, хам абызда игі жақсыларды разы шығар. Бірақ оңашада мейлі жұрт алдында мен өзіңнен өрге шығарыма, үйсінің надандары мен ақмақтар оныңды біліктілік демей, ұлық болсаң кішік бол деген аталы сөз аруақта ақылды нағыз ұққандық, дәнішпәндік пен сабаздық белгісі демей, әлі де бөжей артынан қараша соңынан еліп салпақтаған балалық деп түсінеді. Асылдығыңды жасықтыққа балайды, мұны ескермей амал жоқ. Ал мына екі айрыққа келсек, егер тек Тәңірқұт тұқымынан кек алу, оның бастысы қағанның көзін жойып, марқұм Нәндібей күнбейді жатқан жерінен бір аунату ғана. Тек бар болған осы ғана десек, көне соқпағың оңтайлы бізге. Мысалы, қай жағынан демексіз? Мысалы, жеке басың Тәңірқұтқа сенімді беті жүре бересің. Не ұрымталда оңтай орайлар келеді дегендей. Иә, Тәңірқұтты құртамыз. Ұлы жүз қанымен үйсін күнбейінің басы түгіл, өз әкесінде басын алған мүдемен оның уәли ақыттарына зығырдан қайнап жүргендердің бәрі сүйсінеді. Құп болды деп айтады, алғыс жаудырады. Бірақ Тәңірқұтшылар құрып таусылмайды. Керісінше жаралаюға шуменен айқасса, Тәңірқұтшылар екеуміз ғана емес, күллі үйсін тұқымын құртудан да тайынбайды. Бүкіл ұлысы енді еш жиған, бірақ бұған әсәлі қата қоймаған тұста мерт болады. Тағы бір қырғын басталады, ел тозады, ұлыс жойылады. Бірақ соны да ескеріңіз бөжеке. Жеке басым төбемнен одан зорғы төнетін болса, Тәңірқұт жағына енді ере алмаспын. Ол да есіңізде болғай. Алдыңа келсе әкеңнің құнын кеш деген емес пе? Сол жылы Тәңірқұттың боз қарағандыға келуі, көк құртқа мен ағиық асырап жатқан Елтайдың алдына келіп кешірім сұрағаны. Содан кейінгі әр жылғы наурызда мен үртіс барып тұрдым. Әр жолы сен ала бардым. Әр рет қолын алып бетіңнен сүйіп, «Уа Тәңірім, уа аруақтар, уа барлық елерім» деп бастайтын мінәжаттың ішіне «Кешіре көр өткен кеткендеріміз болса» дегенді қосуы да кешірім сұрау. Бір Тәңірқұттың басын алған мен, бір ата-бабамыздың да тіріліп келмесін білемін. Сондықтан оның бәрін өткенге салауат дей салсақ та болар еді. Дей тұрған мен кешіру бір басқада, жүрек жылу бір басқа. Жүрекке мұз боп қатқан шерліге керейтін емес. Сондықтан түбінде мен де жығылғалы тұрғаным жоқ. Кекті арыдан қайтарсақ, аларымызбен қайтарарымыз қомақты болса дегім келеді. Иә, сонда ғана кекті қатты қайтарып, өшті армансыз алып, әрі құшырымыз қануы, әрі ел бүлінбеуі мүмкін. Бірақ осы кек қайтарар жолда әбден ақылдасқанымыз дұрыс. Бұл жолдың бастауы бас бостандығында, ірге аулақтығында, түтін бүтіндігінде тұрған сықылды. Дұрыс, бірақ Тәңірқұт шеңгелі досал емес қой. Оның зырасын ағыз жез тырнағы әсіресе дәл қазір үдеп тұрған, күшеп тұрған шағы. Бірақ байқап жүрген шығарсыз, бұл қанағат 5-6 мүшел өтсе де өзінің 40 темірдің қылауы күйін өзгерте алған жоқ. Ұлы балыққа қарайтын 26 қандықтың ғын өзенінің ар жағындағылар мен бер жағындағыларының бірінің тілін бірі білмейтінін былай қойғанда, осылардың талайы бір-бірімен алтыбақан алауыз қырғиқабақ дүрдараз күйде. Ал ғын дәриясының бергі жағындағы бізбен тілдесте қандас қандықтар мен ұлыстары, мейлі Керей, Найман, Алтай, Қарпығы, Арғын, Уағы, Қаңлы, Қыпшағы, Алан,
өгізі, Хацпи массагеті қырғыз өйгісі, Дингляң татары, Хунуе шүшесінің қайсы болсын, әрбірі өз алдына бір, тіпті кейде бірнеше қандық. Сондықтан бұлай қараған көзге биік көрінген бұл қағанатта епсіздік қолмен тастан қаланған барықтан көрі тірі тасбақадан үйілген төбеге ұқсатқым келеді. Тіпті әсерлей айтсам, кейде әуелі ұшарын жел, қонарын сай білетін қаңбақ үйіндісі секілденіп, қатты боран тұрса ұшып таусылатындай, шақпақыл тартылса өртеніп бітетіндей елестейді. Бірақ қашанда жауға шапқанда қылышыңды бас қарнап сермеп, тас қарнап перуді ұмытпағайсың. Әрине мен тек құн қағанатының мүлде алынбас жау еместігін жау емей немене, енді осылай сөйлейміз ғой, жасырын жасса да әлсіз жағының көптігін айтқалы тұрмын. Міне, күні бүгінге дейін тек қатал әмірдің қайратымен аламан айдап, өзге елді шапқанға жаны құныққан, сөйтіп жүріп өзінің жауын молайтқан, тіпті жауын күшейткен тәңір құтты болмаса, өз бойының сырқатында олауға мән беріп, мызғымас дәргелі ел болудың қамын қарастырған тәңір құт көргенім жоқ. Мен мұны күні кешеге өрмекші кент қырғынның сырын білгенге дейін, қандар мен шербасылардың берекесіздігінен, тәңір құт ұлықтарының әлжуаз бос белбеулігінен көруші едім. Қайткенде жөндеріміз, қайткенде түзеріміз деушем, байқұс басым. Енді неше? Енді су басынан лайланған екен дедім. Адамның адасуы әмбеден ақылдылығынан басталады. Тәңір құт орнық дөнеге тұтпайды. Оң ойды миына тартпайды. Ал ат үстінде шапқылап жүрген қағанат, Парфиядағы сықылды қалалы қағандықтай өміршең, Бақтиярдағы отырық делдей ауқатта, Чиндағы түзетті қағанаттай тұрақты бола ала ма? Өміршеңдігі кем. Оның үстіне кедей орнықсыз қағанат қайдан баянды болады дегендерді өздігінен толғанбайды. Ендеше бұл қағанаттың бұдан бұрын іштей секемденіп, әредік түңіліп деген мен аузымнан шығармаушы едім. Енді бүкпесіз ақтарайын, бұл қағанаттың шаңырағы бұдан ары биіктемейді. Күндердің күнінде шаңырақ ортасына түседі. Әттең соны биіктетсек деп арпалысып жүрген кешегі күндерімде мұның бәрін мұңай ойлаушы едім. Сонда да аянбай төккен терім мен қаным ай десеңші. Енді оның сол ойран болар болашағын елестетудемін. Сонда өзімізге келсек, өзіміз ұлыс тұрпақты ертеңді аруақты ойлағанда төбе ана Чин, мына Парфия сықылды қағанатқа қарай айналуды мұрат етсек, алдымен құнға қатты қасырға болудан дереу қайтып, одан іргені шұғыл аулақтаған жөн. Мұныңды оқып алам елтай, менің басымның қататыны соған жетудің жолы. Дереумен шұғылдың қисыны қиындау. Алдымен ниетіміз дереу қайтып, шұғыл бұрылса, қимылды 40 кезеңдетіп еппен жүргізерміз. Сондағы бірінші кезеңін қайсы? Біз іргелестеріміз сияқты мал соңын еріп, өріс қуып көше жайылып кеткен жұртпыз ғой. Соған міне тарадай шашылған күйдеміз. Сол жағын қос, құмауыл, дөң қанатып, сонау келең тау бөктерлеріне дейін жайылып жатыр. Оң жағын Шиғу, Қарасу, ұтыдан асып, Құлыстайдан ары Алакөл, Балық, Қашқа барып тірейді. Бытырандылық әлсіздік нышаны. Мәселен, қарсы алдыңнан бір ұлы жылан шыға келді дейікші. Сонда егер өлтірмек болсаң, 100 уыс құм не бос топырақтан көрі, 10 уыс топырақтан дайындалған кішкене бір кірпіш не жентек әжептәуір ес қатады. Үйсіннен меніңше керпіш құю тиіс. Керпіш үйсіндерді үйіріп қайырып, өзінің атына сай үйітіп бір жерге жиып, жұмылған жұдырықтай мықты бір елге айналдыру қажет. Үлкен аяқтағы суға бір ожау қаймақты сүтті құйып кеп жіберіңізші. Әрине сүт суға араласып, сейіліп, сұйылып кетеді. Аяқ қаншалықты үлкен, су қаншалықты мол болса, сүт те соншама сұйылып тіпті жоққа дәм болып кетпек. Бірақ қаймақшы. Қаймағы сейілмей, сіңбей, сонша судың ішінде қалпын сақтап қалқып жүреді. Үйсінді қаймаққа айналдыру керек. Сонда суда ұзақ тұрса қаймақта, әрине сондықтан да ол қаймаққа тағы бөлек ірге бостандық қажет. Әбден жөн сөз. Ендігі гәп осыған жайшылықта өз мұрынның ұшын ғана ұзасы алдындағы мал басынған ойлайтын ұру басыларын, оның артындағы жұртын көндірудің қиындығы. Оныңыз рас, бірақ мендегі бұл қаймақ жайлы қиял тәңір құтқа шын ниетпен беріліп жүрген шағымда тек ұлыс жұмақта жерге жиылып үйса дейтін дәмемен ғана. Сіздің тәңір құттың ұлы жүзді атып келде шауып келіне қайтарған жауабыңызды естіп жүргенде басыма орала беруші еді.
Bir neçe günden beri çiğray düştü. Tыңdаңыз. Endi biz sol Tengirkut'tың атын жамылып isteymiz. Dünyede eştemege табынбайтын, eştemeden тайсалмайтын, eştemeden korkpайтын итағатсыз жұрттан байқаған жөн. Мұндай жұртта бас болмайды. Оңай тозады. Шүкірлік. Үйсін сіз бен мені былай қойғанда, әйтеуір Тәңірқұттан тегіс қорқады. Тәңірқұт әмірі деп тұрып істейміз. Үйсіннің болмағанда деннің басын жиямыз. Ал көнбегенін зорлаймыз. Жайлы отырғанын зорламаймыз. Енді Тәңірқұтқа әміріңізді атқару үшін елімнің басын құрап шерік жиып, аламан топтап жатырмын деп, алаңын басып қойып істейміз.